Баршаңызға сәлем. Бүгін венский вафли жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі тез таңғы асқа жасап жіберуге болады. Өте көп ингредиенттерді қажет етпейді. Жасап көріңіздер. Үйде бар заттармен жасауға болады. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, үстіне қантымызды салып аламыз. Жақсылап миксермен болмаса венчикпен араластырамыз. Вилкамен де араластырсаңыздар болады. Миксермен араластыру міндетті емес. Үстіне ертілген сары майымызды, сүтімізді қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды үстіне аз-аздан қосамыз, және де қосқышты қосуды ұмытпаймыз. Миксермен араластырсаңыздар, қамырларыңыз біркелкі әдемі шығады. Біздің қамырымыз дайын болды. Өте сұйық, өте қою емес, орташа деңгейде. Енді вафельницамызды алдын ала қыздырып аламыз. Қасықпен салып 5-7 минутта пісіріп аламыз. Біздің вафлиіміз 7 минутта пісіп шықты. Өте дәмді, жұмсақ, жасап көрсеңіздер болады. Таңғы асқа тез әрі оңай жасап жіберуге болады. Және де видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Және де соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет.